Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. 13-ші сектордан бүгін көретіндеріңіз Арсенал клубы мен Ливерпуль клубы масқара болды. Байер 120 жылдан кейін чемпион атанды. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, 13-ші сектор арнасына жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Арсенал клубы үшін өкінішті күн болды. Кешегі күн жалпы чемпиондыққа өзі бір қадам қалған кезде Арсеналдың осындай ойындар көрсетіп кететіні бар енді. Астон Вилламен кеше бірінші таймда өте сәтті, жақсы ойын көрсетіп жатты, мүмкіндіктері де болды. Бірақ та екінші таймда Астон Вилла ұтып кетеді деген ешкімде де ой болмаған шығар. Унай Эмери өзінің мықтылығын тағы да бір рет дәлелдеді. Арсенал жалпы маусым соңында кішкене шайып кететін клубтардың бірі. Теңіздің өзі Арсенал сияқты шаймайды. Кубокқа қолы жетейін деп тұрған кезде, бір қадам қалған кезде осындай бір ойындар көрсетіп қалатыны бар. Бұл енді команданың мінезінен ба, жоқ әлде ойыншылардан ба белгісіз. Бәлкім ойыншылардан деп ойлайтын шығар, себебі келесі маусымда жақсы шабуылшы алмақшы. Спортингтің шабуылшысы Джокерешті алғылары келеді. Бұл Джокерешке жалпы топ клубтардың көбі қызығып жатыр. Қазіргі таңда Арсенал алғысы келеді. Арсенал егер Джокерешті қатарларына қосатын болса, Жезусқа өте қиын болады. Бәсекелестік таныту. Жезус осы маусымда көңіл толарлықтай ойын көрсетті деп айта алмаймыз. Ертең Джокереш келетін болса, Жезус кетуі мүмкін, ал негізінде Жезустың орны да дайын. Жезусты Ювентус клубы өздерінің қатарларына қосқысы келеді. Арсеналдың жанкүйерлері үшін, жалпы Арсенал клубы үшін кешегі Астон Виллаға қарсы ойын өте қиын ойын болды. Және де осы ойынның кесірінен чемпиондықтан айырылып қалуы мүмкін. Сергей Милинкович-Савич. FIFA ойнап отырғанда Сергей деп айқайлайтын осы Сергей ағайын. Енді Милинкович-Савич Лационың ойыншысы болды. Лациодан Сауд Арабиясына Аль-Хилалға келді. Аль-Хилал бұған жылына 25 миллион евродай жалақы төлейтінін айтқаннан кейін бастарта алмаған шығар. Бірақ та қазіргі таңда Аль-Хилал өте тамаша ойын көрсетіп жатыр. Сол тамаша ойын көрсеткеніне қарамастан қайтадан Лациоға қайтқысы келетінін жеткізген екен Милинкович-Савич. Жалпы Сергей Аль-Хилалмен келісім шарты 2026 жылға дейін. Қазір Аль-Хилал клубы да өте тамаша өнер көрсетіп келе жатыр. Аль-Хилалдың қоржынында қазір 33 жеңіс қатарынан, сондықтан да жағдай ол жақта да жаман деп айта алмаймыз. Бірақ не дегенмен де Лациоға қайтқысы келетінін жеткізген екен. Daily Mail'дің ақпаратына сүйенетін болсақ достар. Ал енді бүгінде ойындар бар, ойындар таусылған емес, және де осы 13-ші сектордың демеушісі 1xBet компаниясы 13-ші сектор деген промокод беріп отыр. Осы промокод арқылы кіретін болсаңыздар, алғашқы депозит үшін 200 мың теңге бонуста беріп отыр. Бұндай тамаша мүмкіндіктен қапы қалмаңыздар. Бонустарды алатын сілтеме осы видеоның астында достар. Арсенал 4-ші орындағы Астон Вилладан ұтылып қалды. Енді Ливерпульді не деп ақтап аламыз? Ливерпульға қандай ақтау табамыз? Ливерпуль клубы Аталантадан 3-0 болып ұтылғаннан кейін оның өзі бір соққы. Жанкүйерлердің алдында сол кінәлары үшін, сол ойындары үшін кешірім сұрап, Кристал Пэласты талқандап тастау керек еді. Бірақ та өз үйінде Кристал Пэласқа да 1-0 есебімен ұтылып қалды. Ең болмаса 1-1 тең есеп емес. Бұл енді алдыңғы ойыннан кейін бұл сынақ еді. Бұл жерде оталу керек еді. Ливерпуль басқаша ойын көрсету керек еді. Өте көп шабуыл жасады, өте көп соққы жасады, бірақ та нәтиже деген 0-ге тең, және де тағы да бір 3 ұпайдан ұтылды. Арсеналдың жанкүйерлерінен де нашар болып жатқан шығар Ливерпульдің жанкүйерлері, себебі қатарынан 2 ойын ұтылып қалды. Екеуі де өте маңызды еді. Біреуі Лига Европа, Аталантаны өтсе бәлкім чемпион болып қалар еді. Ода бір ойын бар әзірге. Оны мүлдем сырып жоқ жерге болмайды. Бәлкім бірдеңке қылатын шығар, бәлкім камбэк болатын шығар. Енді Кристал Пэласқа қарсы 3 ұпайдан айырылып қалғаны өте ұят болды. Ары қарай қалай болады белгісіз. Не дегенмен мына ойындарына қарап, мына ұпайларға қарап, жалпы алдағы қарсыластарына қарап, Манчестер Сити осы маусымда чемпион болып кетеді-ау тағы да деген ой келеді.
Енді сәл көңілді жаңалықтарға өтейік. Сәл көңілді емес, өте көңілді, өте қуанышты жаңалық. Байер клубы Бундеслиганың жаңа чемпионы. Салатын тарелканы енді Байер клубы алып кетті десек те болады. Жалпы 120 жылда алғаш рет Байер клубы чемпион атанып отыр. Бұны жасаған әлбетте Хави Алонсо. Байер Ливеркузеннің Неверкузен деген лақап аты да болатын. Соның бәрін өшірді. 120 жылда чемпиондыққа қол жетті. 120 жылда бірінші рет чемпиондыққа қол жеткізді. Және де топ 5 лигада қатарынан жеңілмей келе жатқан 43 ойын Ювентустың еншісінде болатын. Сол 43 ойын қатарынан жеңілмеуді Байер клубы да қайталап тастады. Және де енді бір ойын жеңетін болса, немесе тең ойнайтын болса, әйтеуір жеңіліп қалмаса, ол рекордты да жаңартып тастайды. Хави келгелі тарихта болмаған рекордтар жасалып жатыр Байер клубында. Және де Байердің барша жанкүйерлерін шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы шыны керек, Байердің жанкүйерлері емес, басқа клубтың жанкүйерлері де Байерға іштей тілекші болды. Осы жол ұтылып қалмас екен, мынау жеңіліссіз жолы тоқтап қалмас екен, Байер чемпион болса екен деген сияқты. Менің өзім де Байерға тілекші болған адамдардың бірімін. Және де мен сияқты көп адам, көп футбол жанкүйері бар, Байерға тілектес болып отырған деп ойлаймын. Және де Байер үшін мен өзім шын жүректен қуаныштымын. Байердің жанкүйерлері болса, құттықтап қояйық. Бүгінге осы достар, арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз достар.